Елде дарынды адамдарға арналған онлайн платформа пайда болады. Осының арқасында азаматтар әлемнің кез келген жерінен білім ала алады. Стартап авторы көмек қаржыны алып, жобасын іске асыруға кірісіп кетті. Сонымен қатар кинематографистер мен блогерлерге арналған алаң құрылады. Нәтижесінде жас мамандар жұмыс табады. Бүгін осы сынды бірқатар жоба Қазақстан Digital Accelerator бағдарламасының сертификатын жеңіп алды. Бұл Бәйтерек холдингінің бастамасы. Білім беру жүйесі, жасанды интеллект, бұлттық геймингке арналған платформа. Қазақстан Digital Accelerator бағдарламасының екінші айналымына осысында 150 стартапер өз жобасын жіберген. Финалға дейін соның 10-ы жетіп, бүгін қомақты қаржыға ие болды. Бұл бағдарлама біздің сингапурлық инвесторлар Temasek компаниясымен бірге жасалған Бәйтеректің бірден бір инвестиционный қоры. Астана Хабпен бірлесіп, Kaztec Ventures, бағанағы Quest Ventures деген үш ұйым бірлесіп Қарағандыға, Павлодарға, Шымкентке, Алматыға, Атырауға, басқа да өңірлерге барып, сол жерден біз тағы да стартап жинаймыз деп үміттеміз. Стартаптар бірнеше талап бойынша бағаланған. Бастысы, жобалар әлемдік нарықта сұранысқа ие болуы тиіс. Бүгінде ерекше дүниелерді ойлап тауып жатқандар баршылық. Алайда бізде жаңа технологияға бағытталып жатқан инвестиция аз. Венчурлық инвестиция бізде Қазақстанда аса дамымаған. Сондықтан осы саланы дамыту үшін, венчурлық инвестициялар тарту үшін біз мемлекет ретінде Бәйтерек арқылы осы фондтарды ұйымдастырып жатырмыз. Біз сол практиканы үйреніп, біз өзіміздің Қазақстанда да осындай мамандарды даярлау керекпіз. 10 стартаптың авторлары әрқайсысы $50 000 сертификатына ие болды. Жеңімпаздар енді бұл қаржыға өз жобаларын дамыта алады. Атап өтейін, былтыр да 10 азамат осындай қолдауға ие болған. Келесі жыл тағы 10 стартаперге қомақты қаржы беріледі. Қорған Қонысбайұлы, Аят Дүйсенбаев, Хабар 24.